Петропавлда Александр Винокуров атындағы спорт сарайының құрылысы жалғасуда. Жалпы аумағы 11 000 шаршы метрден асатын кешен облыс орталығындағы әлеуметтік маңызды нысандардың бірі. Оның ашылуын спортшылар ғана емес, қалалықтарда асыға күтуде. Құрылыс барысын біздің түсіру тобымыз бақылап қайтты. Нысан ел игілігіне тапсырылғаннан кейін нағызға кешілермен қатар әуесқойларды да қабылдайды. Мұз алаңының аумағы 1800 шаршы метр, көрермендерге арналған 1000 орындық болмақ. Мұндай ғимарат Петропавлда бұрын соңды тұрғызылмаған. Бас мердігерлердің айтуларынша, құрылысшылар мен техника саны жеткілікті, жұмыс ойдағыдай жүргізілуде. Общий площадь Ледового дворца. Мұз айдынының жалпы аумағы 11 000 шаршы метр. Металл құрылғыларды орнатып, төбесін жаптық. Қазіргі таңда әрлеу жұмыстары жүргізілуде. Мұнда мұз алаңы, жеңіл атлетика, жаттығу, шығыс жекпе-жегіне және палуандарға арналған залдар болады. Ал аумағы 4,5 мың шаршы метр болатын мына жерде жеңіл атлетика алаңы орын теппек. Одан әрі жекпе-жек, көркем гимнастика және шорт-трек залдары бой көтереді. Біз осында жеңіл жүгіру атлетика алаңын дайындаудамыз. Қазір мысалға едендерді тағы да көптеген жаңадан арналған, жүгіруге арналған заттар дайындап жатырмыз. Құрылыс алаңында асфальт төсегіш, трактор, сүргіш, грейдер және жүк тиегіш машиналардың гүрілі кеш батқанша тыйылмайды. Мұнда 120-дан астам адам еңбек етуде. Олар қолайлы орайын қалт жібермеуге тырысуда. Фариза Жазитова, Анастасия Драняк, Дулат Мусафиров, ақпарат.